каналыңызға жазылушыларды тұрақты, белсенді көрерменге қалай айналдыруға болады? Сәлем достар, бұл Мәке блог. Бүгін мен сіздерге ең маңызды нәрсенің бірін айтамын. Жазылушыларды белсенді түрде тұрақты көрерменге айналдыруға болады. Себебі жазылушы көп болуы бұл жетістік емес. Егер олар видеоңызды көрмесе, лайк баспаса, пікір жазбаса, ол жай ғана сан. Ал енді қадам-қадам нақты не істеу керек екенін айтайық. Бірінші қадам құндылық беріңіз. Әр видео көрермен үшін пайдалы немесе қызықты болу керек. Көрермен мен бұл видеодан не аламын деп сұрайды. Сол сұрақтың жауабын әр роликте сіз беріп отыруыңыз керек. Екінші қадам видеоны жүйелі түрде шығарыңыз. Егер көрермен сіздің арнаңыздан аптасына бір рет видео шығатынын білсе және оны күтетін болса, ол өздігінен автомат түрде келіп отырады, каналыңызды қарап отырады. Бұл сенім қалыптастырудың ең күшті тәсілі. Үшінші қадам көрерменмен сөйлесіңіз. Пікір қалдырғанда жауап жазыңыз, видеода сіз қалай ойлайсыз деп сұрақ қойыңыз. Бұл байланыс орнатады, көрермен өз пікірінің маңызды екенін сезінетін болады. Төртінші қадам комьюнити пен шортс қолдану керек. Ютубта тек видео емес, посттарда шығару керек және шортстарда көрерменмен байланыс орнату құралы. Білесіздер оны. Посттарда ой бөлісіңіз, сұрақ қойыңыз, ал шортста қызықты сәттер мен тизерлермен бөлісіңіз. Бесінші қадам жеке стиль қалыптастырыңыз. Көрермен сізді тану керек. Даусыңыз, сөйлеу мәнеріңіз, түсірілім стиліңіз бәрі бір тұтас бейне қалыптастыру керек. Сол кезде көрген көрермен, мынау Мәке блог қой деп танитын болады. Сонымен қорытындылайық. Бірінші нәрсеміз құндылық беру, яғни көрерменнің пайдасына келетін, жарайтын нәрселерді беру, жүйелі түрде жүктеу видеоны, көрерменмен сөйлесіп отыру керек, комьюнити мен шортсты пайдалану керек, өз стиліңізді қалыптастыруыңыз керек. Егер осы 5 қағиданы ұстансаңыз, жазушыларыңыз жай сан емес, нағыз белсенді қауымдастыққа айналады. Келесі видеода мен сіздерге арнаңызға алғашқы демеушіні қалай тартуға болады деген тақырып түсіндіретін боламын. Ол үшін арнаға жазылып қойыңыз, қоңыраушаны басып қойыңыз. Егер ұнап жатқан болса видеоларымыз достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыз.